Сәл, тоқта. Жо, асты таза ма? Әдем ма? Иә. Осы жақта болатыр, шық қазір болғасын. Ассалаумағалейкум, қош келдің, брағам. Шүкір, аман есен. Дастан, қош келді, жүрің қазір, не қылдың? Қош келдің біздің орталыққа, досым ғой. Құттымұрат танитындар болса лайк басып отырыңдар. Біздің гаражға келген жігіттер машинаның майын ауыстырып боламын дегенше бізде жарты сағат 40 минут әңгіме болады шамалы. Бос уақыт болады да. Сол аралықта бір өзіңнің басыңнан өткен қызықты историяларды бізге айтып берсең. Шай ішеміз ба? Шай ішеміз. Бәсе пайды қойғалы біраз болып еді негізі. Сен арақ ішеміз ба? Жо. Ау. Бүгін сен ауыстырмайсың. Жігіттерге айт, ана жаққа майын ауыстыра берсін. Сен де қанша адам сұрап жатыр мына жақта. Жо керек деп жатыр. Біздің қасымызда отырып, бүгін Жо көнді әңгімесін айтатын болады. Дәстүр қылып істегіміз келіп отыр. Келген қонақтардың арасында машинаның майы ауыстырыла береді. Сол аралықта жарты сағат, бір сағаттың көлемінде еркін форматта қызықты басымыздан өткен кімнің басынан не қызық өтіп жатыр жастық шақта. Соны бір халыққа қызығымыз айтайық деп сондай формат істегенбіз. Мен қасымда отырған Жо жігіт, Еламан танысып қой. Но мен Құттымұрат деген досым. Еламан. Бір-біріне танысында. Ана жақта мен Батыр досым, Таныспыз ғой. Ал бұл жігіт менің бала күннен бірге өскен, бір мектепте оқыған Құттымұрат. Біз бұл жігітті Ауылда негізі құттың әңгімесі дегендер көп негізі. біз камерадан тыс жігітті шаққа көндірдік. Әрі-бері камерадан қашқақтады. Бірақ біз мен үшін досым, сен үшін айтайын деп көнді. Сондай дос бар ма сенде, Жо? Менде жоқ, менде Инстаграмда бар дейді. Жо уже өтіп жатыр я. Бізге енді бірінші кәдім көрдің ғой, қалай құтты өзің ұнады ма? Бірінші негізі ортақ әңгімен былайынша футбол, мен өзім футболға лишь қызыға беретін жігіт емеспін. Бірақ енді ана балалар, ауылдың жігіттері, біз не болса да мен өзім негізі лишний раз мен өзім ауылымның адамдарын байығанда да мен әңгімелерімде де байыса қазақ байысын, поддержать етсем ауылымның балдары, осылар жаңа жігіттерді поддержка беру, сондай жағында жүрмін. Постоянка мен өзімнің ауылым болсын, басқа ауылдың жігіттері болсын, мен тек қазақтың жігіттерін лишь поддержать етіп жүрмін. Осы жерде Киви маркет төрлет кешенін біздің ауылдың жігіттеріне в основном скидка, құттыдан келсеңдер скидка болады. Осыраға келіп май ауыстыру, басқа да условиялар, майдың түрі және развал қою, басқа да дүниялар, аккумулятор болсын, керек нәрсенің бәрі бар жігіттер. Қысылмай келе беріңдер. Құттымұраттан деп келсеңдер скидкамыз болады. Сосын біздің мына жақта легендарный ласточкамыз бар. Бұны да конкурсқа ойнатып жатырық. Бұны енді Жо өзің әдемілеп айтшы. Қадірменді ағайын, мінеке тағы да айта берсең жырау болады, айтпасаң тағы. Тойда тұрған қадірменді ағайын дей ма? Кітаптың тілімен сөйлейді ғой. Сен Батыр кітап оқымағансың осы жерде көрдің ба? Кітаптың суреттерін көрген адам ғой. Я негізі мына ортақ әңгімеде кейбір нелер де бар ғой. Мына комментарийлар болсын, байқаймын Жо туралы көп айтамын. Қате пікір жігіттер. Мен сендерге айтайын, жігіттер, біз осы күнге дейін қате басып келдік, әлі де қате басамыз. Никто не застрахован дейтін сөз бар орыста да. Ертең кім неге ұшырайтынын білмейді. Сондықтан біреуді мысқылдап күлмес бұрын ойланайық жігіттер. Ана основном жазған нәрселерді де ауызға байқап жазайық. Ол жаңа біреудің жағасын алу бірдеңе емес. Бәріміз қоғамда, бұл қоғам бәрімізге бірдей жұтып жатқан ауада, жеп жүрген тамақта бәрімізге бүкіл дүние бізге байланысты. Ортаны әдемі қылып, біздің өзіміздің қолымызда. Біреуді кемсітпеңдер, никогда жігіттер ағайындар. Юмор есть, юмор. Біздің айтып жатқан нәрсемізді юмор деп әзілдеп түсінейік болды. Басқа ешқандай артық нәрсе жоқ. Дұрыс. Лайк басты. Досым, лайк бастың ба? Әдем поддержать етті ма? Әдем, løккілі. Осы орайда. Қазақ контентін мен жалпы қолдаймын. Бірімізді бір кішкентай жылы сөзбен де поддержать ету, ол бөлек нәрсе. Енді құтты досым үшін лайк басып, каналға тіркеліп, біз осы жаңа тек Мәуленнің көмегімен, гараждың көмегімен осы дүние жасап жатырмыз. Бізге сендерден көмек тек ақша ештеңе керек емес. Лайк басып, тіркеліп, жақсы
досым комментарийлерге форматқа жазып көшейік жатсаңдар болды. өзіміздің. Форматқа көшейік. Давай, мынаны айтып жібер, сонымен бірден форматқа форматқа көшейік. көшейік. Жоқ, перчатканы кигізейін ба, әкет? Жоқ, киім, масқара, инвалид деп ойлап қалады. Киіп отырып айта бер. В общем, бірінші группаға түсіп кетемін, масқара. Киіп отырып айта бер. Қазір жұмыс істеймін өткен. Мое Давай, бастап. Ал мынадай ласточка дейін красавчик жігітті ойнатамыз. Келін мая ауыстырамын дегендер, құттының атынан келдім дегендер уже скидка болып жатса, уже мәуленің атынан бұл да Көмек қой. көмек қой. Біреуінің қолы жетсе, біреуінікі жетпейді дегендей. Сондықтан бақтарын сынаңдар. Май ауыстырып, осы жерге келіп, май ауыстырғандардың арасында осы мопедті ойнатамыз. Кет, бірден форматқа көшейік. Естіген емес, өзім басынан өткен. Мен осыдан 2012-де КВМ-мен қатты ауырдым. Білесің ғой, досым? Білемін. КВМ-мен қатты ауырдым. Айналамның бәрі сахнаға шығады. Айналамның бәрі сахнаға шығады. КВМ ойнағым келеді. Мектепте оқимын ол кезде. 216 Сәтбаевта. Мектепке барсам ешкім андай менсінбейді ғой жаңағы. Сөйтіп жүрген кезде бір күн андай Алланың қалауымен кішкене жаңағыдай өнер құрамдарының несі жұлдыздар отбасы дейтін бутик бар анау. Баня базарға кіріп баратқан кезде Аян деген бутик. Қасындағы не бутиктерден жаңағы жұлдыздар отбасының суретінің ішінен бүйтіп Ежен Елукенің суреттерін қиып аламын. Өнер құрамдарының қиып аламын. Сол жылдары фанатсың ғой. Иә, фанатпын. Сол жылдары кім бар? Осы қандай кімнен қиып Қызығорда Қанат Әжапбаровтар сөйтіп енді бәрін қиып аламын да суреттен. Каждый адамның жеке өзін қиып аламын ғой. Прикинь, татабо ауырғам соншалықты. Еще үйде ешкім жоқ кезде бір бөлмеге қамалып аламын да. Жырлайым демеші. Бір бөлмеге қамалып аламын да, Ежен Елукенді бүйтіп кәдімгідей музыканы қойып, пампарды қойып, бүйтіп шығарып суреттермен ойнатамын ғой. Ойбай. Кәмше. Татауы кіріп кеткен. Бір орынға отырып алып, татауы анда кайфына кіремді, суреттерді бүйтіп Еженді жүргізіп КВН ойнатамын. Үйде альбомда жаңа бір керек емес фотолар бар ғой. Филипсенттің суреттері ма? Папаның жаңа неде жүрген. Армияда жүрген сурет. Папаның армияда жүрген танымайтын біреулерін көрерменге қойып қоямын. Ана футболистердің фишки шығып жатты ғой, Раул Ганзелас, анау, мынау, Марентес бірдеңе. Солардың бәрін көрер, Марентес. Солардың бәрін көрерменге қойып қоямын жаңағыдай. Соны кейін енді өзіміз ойнадық, андай қылдық, кейін сол суреттермен өзіміз ойнап чемпион қылып тастағанбыз. Біраз команда жүрсе де. Сонымен туған ағамның тойына бармағанмын. КВН ойнап Қырғызстанға Ыстықкөлге кетіп, сонымен келгеннен кейін папа кәдімгідей айқайлады. Сен туған ағаң тойына қатыспадың ғой. Ертең 10 күні қалып кетпе. Құдалыққа барамыз дейді, Бекбауылға. Короче, мен сол күні қожа бағыма бір жаққа концертке бардым да, общем, кешігіп қалам. Бүткіл үйде туысқандар газельмен күтіп отыр мені, короче. КВНчик батыр деп. Короче, мен баруым керек, анаяққа тойда көрінбедім ғой, құда бала деп көп сұрайды. Баруым керек мен, короче. Мен ұйықтап қалғам, ол кезде андай 27:00 ма телефон, короче. Ескі телефон ғой, телефон өшіп қалған батарейкасы. Сөйтем да үйге келсем, пахадан. Қазір де өшеді жатады ғой телефон. Паханнан бір-екі удар жеп алам. Сөйтем да газельдің ішінде кетіп баратын. Осы әңгіме мен туралы. КВН нам бола ма, не істеп жүрген білмеймін, осы баланың ана бүткіл туысқандар біртүрлі қарайды. Анаяққа баратын. Сол кезде бірде менде ошибка, нәскиім жыртық уайымдап келеді. Татауы жыртық нәскиім. Қатты уайымдап. Короче, Бекбауылға кіріп жатқанда ештеңе қызық емес, нәски уайымдап келеді, короче. Ол жаздың уақыт ма, қыстың ба? Жаз. Сөйтеді да, короче, Бекбауылға кірдік, ауылға кіріп баратық, короче. Кіріп андай жалаушалар ілініп тұр, кәмпит шашып жатыр, құда бала деп мәндайдан сүйіп жатыр. Маған ситуация туалет жаққа қарай ма, ауылда магазинге қарай кетіп қалу керек қой, короче. Новый магазин, нәски алу керек. Құда бала кірсін деп қоймай жатыр ше. Қазір туалетке шығып айтайыншы дедім да. Туалетке кіре ойланып отырдым да. Қарасам, ешкім жоқ, кішкентай майда балдар ойнап жүрген. Жүгіріп шықтым да, короче, басым ауған жаққа қарай кеттім ғой, короче. Сонда нәски шешіп те болмай ма не? Енді нәски шешіп тастаған жалаң аяқ қонаққа қалай кіресің, мысалы аяғың қара кір деген сияқты ма? Қазір сондай мода ғой деген ғой. Еще аяқта қара кір ма? Сөйтіп та, короче, и резко, короче, кетем да, ояқта магазин ауылда. Андай магазин емес, үйде, короче. Любой біреу мал бағып барады екен, көшеден сұраймын, аға магазин ақ, әне 4-ші үйде.
короче магазинге кірем да, носки бар ма, бар, киіп көрсем бола ма, болады, киіп рискі киім алдым, ақшасын төледім. Жүгіріп келіп папа звондап жатыр, я тваймайттың баласы қақта жүрсің жеже, яқта қанша адам кіре алмай тұрып кірсейші сен күтіп отырып қалған. Я папа, короче келетін Бекбауыл өзің темір жолдың арасына орналасқан темір асып жүгіріп келеді, аяқ киім мына жерге аударылып қалады ғой, короче. Ой, бәлә өз андай ғой. Бір айналдырады, шырайын алдырады, короче, құлайым сол жерде үстімді қағам, нәскиім нормально, аяқ киім бытыш қой енді ше. Обратно магазинге барам да, сухарь алам да, нормально қылып клейлеп алам да, короче ше. Бүйтіп нормально ұстап алам, нормально әдемі болды ше. Крем рискі. Үйге қарай кіріп баратым. О, құда бала, сол аяғым шештім, оң аяғым шешейін десем, шешілмейді ғой. Шешейін, клей деген ана жаққа кіріп кеткен ғой. Кірсей деп тартып қалсам, салам алейкум ғой, короче. Бес салса осылайнан тұрады. Йопты, бәрі қарайды аяғым аш. Нормально. Біле қара бет болған бар еді. Қара бет. Осындай бізде формат. Правоник кезі өтті бір күні. Пойызда кетқан тұғымыз. Сонымен мен уже заменяющий хвостовикпін. Миграция болады, пойыз кешігуін бәрін ақыт дейді, сондайларды апаратын адам. Сол бір күні. Сол түнгісімен мен екінші вагонмен бірінші вагонда білесіңдер, бірдей. Бір есік былай ғой, вагон қосылып кеткен вагонда. Сол ортада отсам, құлақта наушник енді. Түнгі уақыт, в основном әдетте уақытта тыш. Пойыз тыш болады, бірақ каждый раз бір приключение болады. 14-ші вагонның баласы жүгіріп өтті ғой қасымда, күл. Өтіп кетті. 13, өтіп келе жатыр, 12, 10, бәрі күліп бара жатыр. Айтқан соң, құтты қаш құтты. Бәрі тұру деген, уаға өліп бәрі. Правониктен қашып келді ма? Правоникпіз ғой, правоник балдар қолымен қашып келе жатыр бәрі. 14-ші вагоннан, 2-ші вагоннан, 14-ші вагоннан жүгіріп келе жатыр, өткілі бала. Жүгіріп өтіп жатыр. Мыналар не істеп жатыр? Қайқа деп сұрап жатырмын, қайқа баратсыңдар бәрін деп. Өтіп келді. Соңғы бала жүгіріп келе жатыр, тағарқылда, құтты қаш деп. Ойымда ештеңе жоқ, ауызшындар ма, не болды бәріне десем. Жігіт келе жатыр. Құдай салмасын. Голый. Осылай. Жүгіріп келе жатыр ғой. Вагонда ма? Вагон, прямо жүгіріп келе жатыр. 15 метр ғой, 12 метр вагон. Анарда, енді шығайын десем шыға алмай ғой. Мынаусы несін а? Тартып жіберіп, секіріп жаттым да, стеклоға жауып қалдым. Соны кейін бізде стекло не бар да. Соны сүйді жалады, енді балдар бір-бірімізге қарап, енді балдарға да әзіл керек болып тұр. Шын керек. Біреуіміз ұстаса, андай ғой, біздер өзіміз браталардың арасында ағайындағанда Дәйшетке қойтсын деп. Сондай атап кетеміз ғой енді. Ұстап тұрып айтып жатырмын ғой, ауызшындар ма, менің вагоным ғой, кит мына қайда алып кет мына пассажиріңді. Балдар уақыға шығып, біреуіміз ұстаса, анаумен ше до конца прикол болып кетеді бізге. По жизни. Балдар енді тағыла, енді штабыны шығарып алдым да, бас екейіз. Осындай болды. Маған не істеймін мен? Енді біз пассажир олай не қылуға болмайды. Ара алмайсың, мұқтай алмайсың. Мен айтып жатырмын, кит ауызшың ба, не болып тұрмын? Орыс, орысша түсіндірмейсің. Енді масқара, мынаусы енді не істеймін мынаны? Ажағында енді ол жігіт, Шымкенттің жігіті, Жетісайдың баласы. Не жігіт? Намазхан жігіт. Өте жақсы, керемет жігіт. Есімі Абдулла. Сол келді да артынан қарап та жүгірді ғой бүйтіп, оған қарай ше. Абдулла ширақ жігіт. Жорстко қимылдайтын бала. Ол да жасында көшенің баласы болған. Енді в основном көбісі намаздағы жігіттер, көбісі жаңағы өзінің қателігін өмір түсініп келген жігіттер. В основном олар негізі ақиқатта осы Алланың жолында жүрген жігіттер. Олар көбісі осы көшенің балалары ғой. Четкий көтерді ғой аяғын. Аузынан ше. Арей деп ше. Мен Прустинаны ал, жап шысты. Отырып қой, қағызылдап ше. Біля бас, шық кетпесін мынау, шық кетпесін. Анау, мынаумен қойып тұр ғой бәрін. Шық кетіп қаламайсың. Шығып кетіп қаламайсың ғой жолға сен, бой жолда кетсің ғой шеше. Ойба, шеше, мынаны ұста шығып кетпесін. Алау тұрмысы болады, өзі здоровый екен. Шыққысы келіп жатыр ғой. Бас ше, аяма ше, орап алсың.
Бә бірден айтты, ала масқара мынау шығып кетпесін. Ал мынау шығып кетсе, по жизни бетімізге қардақ болады. Ана уже пассажирлер түсіп бүйтіп. Андай не то қарап жатыр ғой, что-то ше. Бля деп ше. Енді анау голый бір болып жатыр. Адамдар не түсінеді ана жерде, сен біліп алғансың үстіне зорлайын деп. Масқарасын айтшы. Азында деген қарап етсің, осылай жүрсің. Бля ана түсінбейді ғой адамдар дұрыс. Оны андай ғой, балдардың көбісі. Енді менің балуымда болып жатқандай, мен айналысуым керек қой. Ана балдар күліп тарқылдап шығып бара жатыр ғой. Айттым, алып кет мынау жеңімпазды. 14-тен келген деп жатсың ғой. Сол балалар алып алды да тайды. Мен айтамын, құдай салмасын. Мынадай жағдай. Қанша ішкенді көрдім, бірақ Ona olay кетті. Минутся дейсің ғой. Әңгіме жоқ. Өтті. Жақсы. Жарды. Осы ғой. Құтты үшін лайк басып қойыңдар. Мен де басам лайк. Супер. Давай, легендарный Джон тыңдайық. Джо айтпақшы қарақпайтын ба аяқта? Мен қарап тұрып балдар істеп бат. Отырайық. Балдар істеп бат. Қара жер бар. Сүйіп ма? Бір қара жүрейінші. Қара. Батыр сен қара. Болды, қарап. Ана кілтіп кетті ма? Сеу жүріп қалтасын салып алған ғой. Нормально ма? Нормально. Давай. Әдем. Мынадай қызық болды менде. Мысалы, енді балықтың адамы, мен мысалы қара жаяу жүріп болған адам, мысалы 30-40 километр жаяу жүремін. Кәдімгі платина бар ғой, басқара. Соған жаяу барамын. Машина мінбейсің? Машина мінбейсің, 3 теңгені қимайшы қақтан. Маршрут хотя бы? Маршрут жоқ. Маршрут деген 100 ма қанша? Жоқ, қарамақпен жүреді ғой, не қылатын шығар. Соны ыңғайсыз. Прям жаяу жүріп барасың ба басқа? Прям жаяу Бұл жүріп. таза рибак деп айтатын. Таза рибак деп айтатын. Сонан бір күні Неше сағатта барасың? бір максимум азында 9-да шығып кетсең, примерно Кешкі 9-да десең. жоқ ей. Отырыш прикол істей бермейді. Басымен қосып жіберемін. Алып қойыңшы ше ұрып. Нақты жүрсең басын. Азында 9-да шығып кетсем, мысалы тал түскі 3-4-терде барасың ғой. Обедтен кейін. Обедтен жаймен асықпай, жолда демалып, қайттан тұрып. Ұйқыдан өтесе обед ұрмаласың ғой 12-ке таман. Не жейсің? Шөп жейсің. Құмар қысқа адам барады. Барады, дұрыс. Сонан бір күні алай трасса қандай болады екен деген ой болды да менде. Не болды? Трасса ше. Сонымен де жаздың қаттысы бола ма деген ше. Сол момент бір періште әумин деп қойды ойдым. Көрсеш дегенде болды да. Біраз жер жүріп баратым. Бір кез аяқ киім табаны түсіп қалады ғой. Мынау табаны түсіп қалады, мына қапталда ғой кәдімгі. Саған енді трассаны басып көрейін тал. Бүйтіп басасың ғой. Сәл жүрген сайын қызды ғой табаны. Ойбай болады ма? Секірдім. Сақтың адам басы солмайсың жүменде. Сонымен трассалар тоқтатты. Не қыпсың, сатылатын қыздар жақ дейді. Түріне қарадым. Сатылатын қармақпен сатып алайын деп дедің. Сатылатын болсам қармағыммен сатып алайын. Сонымен апарып тастады. Сонымен басқарада балдар айтады, аяқ киімі қайда дейді. Бір пары бар, бір пары жоқ қой. Қазір осындай тренд жүріп жатты. Сасқалының осындай тренд жүріп жатты. Сонымен тұрды да. Таныс балдар кездесіп, нелер кездесіп, бір аяқ киім берген. Бірақ құдай сақтасын. Аяқ киім берді. Аяқ киім берген. Парың несен аяқ киіммен? Лақтырып тастадым да. Соны баған аяқты лақтыру ойға келмеді ма? Болмады. Хотя бір аяғың ұстаса да екінші аяғың салып түсірсін деп едім ғой. Ауыстырып киіп жүресің дейсің ғой я. Көп жігіттер біледі. Ау жігіт. Ағамыз бар. Атын айтпай қойын. Ренжіп жүреді. Сол аты Мұрат. негізі арасында шамалы ішетін іздеу жігіт қой енді. Арасында ішкенде ішеді енді, ішіп жүретін басым. Постоянно ғой былайынша айтқанда. Бір күні. Жаңағындай ғой, ауылда повод бермейді ғой ана жігіт ше. Ұсталдың бір жарты ғой. Ұсталдың бір жарты. Пиіп ішпейді, строго бір жарты. Бір күні 25 май ауылда жалпы біз қай районда да ол система ғой. Дүкендерге жуасын, бітіргенден мектеп бітіріп жатсың, үлкен өмір деген сияқты ғой. Қадам басып. Бала біздің кезімізде сондай болды, қазір жоқ ондай нәрсе. Нақты түсіндіріп айтып кетейін.
сол бір күні мектеп жаққа келген, балалар қаужаған, балалар ой тарсылдап вино қойған ғой, 11 класста бітіріп жатқан. Өзі үлкен жігіт қой енді. Енді үлкен болғанда 80 ояқ бұяғындағы жігіт тарсылдап олырып алғанда дубль қалған ғой, мас. Данет мас, короче, есін білмейді. Ол мас, бұл жастардың системасы, бұл никак көшеде біреу жатпайды. Таныдың ба, таныма көшеде бала жатпайды, никак. Бірден көтеріп алып кетіп, үйіне апарып тастайды. Олардың системасында бар нәрсе ол. У алғанда сол жерде құлаған ғой. Анарда жас балалар бір-екеу көріп қалғанда, братан, апарып тастау керек. Система бойын үлкендер көріп қалмау керек, ана жатқызбау керек көшеде. Алып алғанда ұрған. Он бір күн бұрын мамасы новый дубль алып берген ғой. Лакирован ше. Новый дубль алып. Ана енді 2 күттай мектеп бітіріп жатқан бала, ана үлкен жігіт үйіне алып барам деген аяқ киімді озай жүріп барған. Трассының бетімен алып барған, пазырлатып ше, сүйреп ше. Сүйреп алып барған ше. Сол үйіне апарып тастағанда шығып кетіп қалған. Сол ертеңіне мамасы енді азында айқайлап отқан ғой, аушым бұл. Күттей балалар келіп тастап тұр ғой, сен костюм шалбармен мектептің оқушысы келіп тұрған ғой. Бетіне қарап, оқың, балдар өскен жаяу жүрмейтін болып келеді. Ата көтеріп сүйреп алып келіп тауысып қалған ғой. 3 шақырасың ғой. Иә. Құда жолы болады, ана 3 шақырып, 3 шақырып. Көршілік құда жекжат бәрін аралап кетеді. Иске дейді ғой, Иске шақырып. Құран оқытып жатыр бүгін осындай уақытта деп. Қойма, бұл үшін құда жолы ма бірдеңе болады. Ар жағында құдаларымыз тұрады енді. Сояққа шақырып кетші деп. Негізі анау өзі мас болып қалып, қай үйге кіріп кеткенін де білмейді. Шақырушы ма? Иә, жоқ. Біз аралап жүрік қой. Негізі жағы братан әңгімесі ғой. Біреудің үйіне кіріп кеткен ғой. Мен лично өзім бармын сол оқиғаны өзім көргенмін. Жаймен барып келсем, енді мен түсінбедім ана нәрсені бар ғой. Барсам, мынау есік тұрған жоқ па? Иә. Есік құлып. Иә. Или сол үйде кісі келді ма? Братан, бұрырап жатып алған ғой. Тігінен ше. Басы тұр, басы төменде, аяқ есікте ілініп тұр. Ал мен ойланып тұрмын, қалай болыппын? Ол қалай кім елеп мас болып қалып, елеп біреулер прикостап тұрғызып кетті. Шақырушысыңдар ғой, иә? Иә, мен үй шақырып жүрген балам. Бля, ми жетпей тұр ғой, ойланып, братан қалай болып? Сөйттім, братан, деп атын ғой, братан, ол қалай енді, былай емес, мен былай жататын адаммын, былай жатқан адам, сен көй, мұны аяғың жақталар, қалай істеп жатырып қой. Құтты дейді, айтады. Ол братан, десем, әне жерді қарашы дейді, не болды десем, баспен жүріп келген жоқ. Бастың ізі жоқ па деп білгенде маған. Бүгін андай не ғой, не дейтінші, бір жұлдызбен кездесетінді не дейді? Марс. Айтшы көріндеші. Марс дейді. Ақсайдағы жұлдыз емес, жоқ. Кәдімгі жұлдызбен сұхбат дейді. Не дейді бір? Жұлдыз сәт дейін ба? Бүгін чоты құтты сөйлейтін сияқты. Әдемі күшті кетіп жатыр, күшті кетіп жатыр. Әтіп жатқан жоқ па? Сол бір қара жүрінші күлікті бе шағын бар. Джо! Бір минут құтты. Не қылдың сен? Жұмыс істеп кеткен жоқсың ба? Жоқ, кезде Джон шақыршы. болмай жатыр ғой. Джо, сенсіз қызық ба? Джон шақыршы. Сына астын не істеп жүрейін. Ойбай, өзім қызып кетпін ғой. Нормально ма? Жоқ, мен саған келіп отырмын негізі. Сен отырсаң, ма әңгімелер есіме түсіп жатыр. Тұрмын, қинап жатырмын ба не? Қарап отырмын. Жаңағы адам, қасында адамдар отырғанда, елдер келін сөйлейтін. Күшті ғой, ағамыз негізі мас болды, жаңағы постоянно пьянка дейді, постоянно. Аралдағы ағамыз. Иә, аралда. Бір күні қасына досын ертіп алып, екеуі трактормен орып бақ дейді, дубль дейді, бірақ изін білмейді, орып бақ. Тракторды айдап бақ. Біреудің сарайына кіріп барады ғой, бур сөткізіп ше. Ішінен шығып алып, үйіне барып тұр дейді. Не болды?
үйіне шал шыққан ғой, не болды десе, аға тракторымды шығарып алайық деп едік деп айтады. Тракторың қақта, сарайдың ішінде ше. Ауыш, сарайын кіріп барған ғой, кіріп барған. Сөйтсе, жаңа үйіне шығыпты да, енді ара шалқайбай қылып атты дейді, ауызшындар ма, мынауларың не? Айдың аманда біреудің сарайына кетіп. Ана шақырып алып айтып атты дейді, бля, ана енді шығын есептейді ғой, істеп беріңдер, бірдеңе қыртса айқайлап атса да. Келіп, анау айтып атты дейді. Жаңа дос айтып атқан ғой енді. Анау мас дейді әлі. Мен досын айтып, есептейіп жүрмейші маған. Шығып кеткен байқұсап ше. Дымы жоқ дейді ол бір адам. Сөйтіп батырлатып есептеп алып, бля, анандай, мынадай, мынанша ақша кетеді. Соны қарап тұр, бля. Осыншы, мынау. Пешке тимегеніңді айтшы. Пештің өзіне бір 15 минутке ақша кетеді еді істеуіне анау десе. Қарап тұр. Көз жоқ дейсің ба? Көріп бәрдік деп едім. Сарайына өтіп кетті. Короче, бір демалып ал. Біраз история айтып Біраз айт. ризамын құттыға ше. әдемі. Мен ойлап құттыны алдағы уақытта күтулерің келсе, жазып кетіңдер. Мен кәдімгідей құттыны мен былай камерадан тыс әңгіме айтатын білем да, біздер енді камераға батыр бар, мен бар үйреніп қалғанбыз ғой. Жо енді үйреніп жатыр. Шынымен онда көп бола бермеймін, сосын кішкене не қылып. Мен ойладым былай, жаңа келістіргенде камераға келгенде қысылып қалатын шығар деп ойлап едім, бірақ білмеймін, жарып жатыр еді. Жо қалай өзіңе? Жо бүгін тыңдап отыр. Келесіде бүгін біраз нелері бар. Оннан неше деген баға бересің? Оннан 20. Оннан шлеп кеткен. Оннан деп тұрмын ғой. Оннан деп отырсың. Жо, оннан. Иә. 10 болса. 10 ғой сразу. Оннан 10 ба? Бәрі өтіп жатыр ғой, Әдейі өтіп жатыр. Әдемі. Өзім күліп жатсам әйтеуір. Сен күлсең күлеміз. Давай. Бір Алматы қаласында. Петличный тұр ма сен? Иә. Қазір тұрады. Алматы. Тұратыңдар, тұратыр. Тыныш. Тыңдай. Алматы қаласында бір мықты кісі болған ғой, повар. Енді андау негізі мықты істейтін поварлар жаңағыдай ғой, біреу бірдеңе десе жақтырмайды әңгімесін. Сразу кетіп қалады, қасында тастамайтын бір помощнигі бар екен. Екеуі бірге жүреді, бірге барады, кухняларда істейді. Бір күн бір жерден жұмыстан шығып кеткенде жұмыс іздеп жүрген ғой енді. Бір кафеге барған, кафеге барып, күндіз барып сөйлескен ғой жұмыспен. Болды онда келістік па, келістік, ақшасын саған мынандай береміз, помощнигіне мынандай береміз, ертеңнен бастап жұмысқа келіңдер деген ғой. Болды. Қонатын жер жоқ бізде деген ғой, жаңа поварлар айтқан ғой. Қонатын жерде төбеде біздің осы кафе асты, үстінде жататын жер бар, сол жаққа жатасыңдар деген ғой. Болды онда деп кетіп, ертеңіне азандай заттарын әкеліп, жататын жерге орналастырып, сөйтіп жұмысын істеп, жұмыс біткеннен кейін есікті құлыптап, бүткіл уборшы соңынан шығады. Пол сүртіп, бәрін қайтарып жібергенде түнде ұйықтап отыр дейік. Түнгі сағат 3-тің кезі прикинь, ұйықтап отса, астында бір баспалдақпен көтеріліп келіп, аға, заказын беріп жіберші деген ғой. Шоғышып кеткен ғой енді, қасында помощник оятқан, тұр деп. Сөйтсе, астына қараса, астында кәдімгідей күндізгі болған позиция болып жатыр дейді. Шылдырмақты бас, шын болған оқиға. Шылдырмақты бас, заказды алыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп кәдімгідей официанттардың кетіп баратқан дауысы, қараса, бірақ тым тырыс дейді. Маған ғана елестеп жатыр ма мынау деп, анаған айтса, анаған да сондай болып жатыр дейді. Екеуі бисмилласын айтып, тілмен Құран қойып, адамды болдыра алмаған ғой. Батып қорқытайын деп отырсың адам. Жоқ, адамды болдыра алмаған ғой. Ана кафе негізі ондай жерлер бар негізі. Здания болсын, не болсын бар. Ана кафеге бірдеңе болған енді. Сөйтіп аналар деген кәдімгідей баспалдаққа дейін жүгіріп келеді, бүйтеді, сөйтеді. Астында анау шылдырмақтың басқан дауысы жүгіріп жүрген. Үшінші столға тамақты беріңдер, шашлық қақта деген дауыстарды естіп қорқып демеген шығар енді. Шашлық болсын, барлығы айтылып жатқан, күндізгі болатын. Сөйткенде азанғы бір сағат 7-8-ге дейін шыдаған, 7-8-де тынышталған ғой. Жұмысшылар келген, кәдімгідей азанда ерте келіп, есікті қағып, ашып тұрып, заттарын алғанда есіктің алдында тұр дейді ана екеуі ше. Істемейміз біз. Сүңгілер салып. Болмайды, бастықты күтейік, бір ауыз айтып кетейік деп. Бастық машинасына түсіп спокойно келе жатып, не жұмыстарың істемейсіңдер ме? Аға біз істемейміз.
түнде мынандай жағдай бастан өтірді. Ойбу, сендерге айтам деп ұмытып кеттім. Аттарыңды атамаса болды, жата берсең, тескет сендерге деді. Сондай жер бар екен. Жоқ, сен айтасың, сондай құтты сен екі историяңды айт, соны аяқтап. Істесең бірдеңе, иә? Давай. Кеттік. 1, 2, 3. Неге жабылады тағылып? Білмеймін. Жақсы нәрсе шығар екен. Жоқ, мен анау кадрдан екі дауыссыз ана звуктарды қателесіп кетпешін бейт. 1, 2, 3. 3 рет тұрамын ғой. Тұра, міне. Күлмеңдер. Кеттік. Давай, Джо. Кеттік. Сонау Мысалға демейсің, айта емес. өзімнің басымнан өткен жағдай ғой. Мен өзім сондай құмар адаммын мысалы. Адамның өзінің түр нәрселері болады, қызығатын нәрселері. Есіліп тұр. Қорқынышты нәрселері қатты құмар болды. Мысалы, ол да бір адреналин ғой, былайша қарап. Адреналин кәдімгі. Сол бір күні кішкентай пацан, балам да, алды 7 жасында шығар. Үйде енді той болғанда кішігірім туған күн болыватқан. Мақан енді обязательно СССР-ның адамы ғой енді. Енді сол бөлмеде свет жанып тұр. Сол түнгі 12-1-дің кезінде бір музыканың даусымен оянып кетемін. Мен мынадай бұрышта жатырмын. Қағылдым телевизор. Апталындай уж стена. Сонымен мен қарап ұйықтап осылай әдейі тәтті түспен жатқан ғой. Кімді ойлап отырсың? Махаббатымды да. Ойла, атың. Білмеймін. Айзыр, Айдана, Гүлжан бірдеңелер ғой. Сонымен әдейі ұйықтап не істеп жатсам, музыкам, дауысым бағартық баяғыда ғой. Дүкіс Жай беріп жауа. Жай дүкіс. Образ өтіп кетіп жатыр да. Ай бітпейсіздер. Қайтып билеп жатсың? Ой, мен емес, үйдегілер ғой билеп жатыр. Кішкентай қақта үйдегілердің де білмеймін ол кезде. Сонымен оянып кетесің ғой. Оянып кетсең, біреу отыр ғой. Мынады видеосы жүн. Страшно ем мынау. Мен шугаринка бармай ма деймін. Видео алып отыр анау. Видео отыр да, көзден қып-қызыл шеге айтатын жоқ. Әлі күнін айтсам, кейде жағынға шек кететін сияқты қорыққаннан. Конечно. Анау адамның несінен көріне беретін нәрсе ғой деген. Жиналуым бар нәрсе ғой. Негізі бар нәрсе ғой. Мысалы көзбен көргеннен кейін уже жеймен деп тұрды да, қолын жіберіп та жеймен деп жақындап жатыр еді. Ойбай деп аварияға қосты ғой. Қажарыны ше. Сирена қосылып. Тұрыңдар шашарың. Ой, үйдегілер бәрі жүгіріп келді ше. Ойбай, бісміллә деп не істеп еді. Орнына тұрып бүйтіп қарап жатырмын да анау. Еліріп кетті ме кішкене? Жоқ, шүкірше етіп қалды. Содан бастап уже жаймендеп сондай бәлем атарлардың осы күнге дейін әлі күнге дейін өрлейді мені. Қойшы. Үйде жатасыз мысалы, елестейді. Жүгіріп бара жатқаны көрінеді. Бөлмелердің ішінде де ол ана бір бөлмелер болады, сондай ше, арнайы. Өзің сол бөлмеге жатсаң бастырылып ше. Жоқ, содан кейін ба сен бір сүрелер, бірдеңелер көп білесің ғой? Дем салдырып тұрасың ба? Жоқ, сен қанша сүре, қанша не білесің? Қазір максимум енді қалғаннан бір 5-6 сүре қалды ғой. Біраз негізі жаттап. Қари болмағанмен Құраннан айтып. Құран шамал болса дейді. Жоқ, кәдімгі ол жақтан да біраз хабар бар. Негізі бар ғой, в основном біз жаңағы өнер құрандарда тығырыққа тірелген кезде жаттаймыз ғой дейді. Кәдімгідей біраз нәрсе есіңе. Правоник кезде болды, ол оқиғада ше. Есік састап, қысқа састап. Екеуінде де. Оның біреуінде 10 балон, біреуінде 6 балон ба, сондай. Біреуі Иранға барған, Қазақстаннан шығып. Иранға дейін жол жүріп барған, бір пойыз састап. Содан бір күні рейске шықтық, защитаға. Өскеменге шығып барадық. Ол састап Өскеменге шығып, мен нарядпен шықтым, сағатым жетпей қалды. Анау енді барлық жігіттер қыздар танымайсың. Каждый састап тану керек. Мен өзің бригадыңмен шығып жүрсе, жетім қозып ұстап өзің, бір составын лақтырып жібереді.
сен бір вагонға түсірді, ол вагонның официально, мысалы сен бәріміз осы жігіттер правильно, каждыйның өзінің вагоны болады. Правильно жігіттердің. Бля, анада тұрақты официально закрепленный жоқ екен. Сөйтіп, каждый рейске шыққан сайын, сағат жетпей жатқанда лақтырып отырады екен оны. Официально ешкім бармайды екен осы вагонға. Соң сол вагонға түстім. Есімде мен 7-ші вагон. 7-ші вагон. Содан рейске шығамыз ғой. Рейске шығып кеттік. Сол рейске шықтым, ішінде бір купе бар. Отдельный купе. Оған адамдар билет сатып алады, бірақ бастық жатқызбайды ол купеге. Неге? Келді да, бастық бәрі ертіп алып кетіп жатыр ана купеге ше. 4 адамды, 4 вагон адам алып кетті. Маған кайып қой ол деген. Ішінде жатамын, шайым ішемін деп. Бірақ ешкім айтпайды да ол вагон туралы маған. Енді жасырады ғой енді. Соны оқты. Соны рахат, жат, маған жақсы болды. Бірақ енді сұрайсың ғой, не болды мына вагон? Бастық айтты дейді. Алып кетеді, бастық айтты, алып кетеді. Нақты айтпайды. Нақты ешкім айтпайды. Соны жаттым. Бір вагонда. Бір вагонда басқа купелерде адам бар, именно сол купеде адам жоқ қой. Пойыз жүріп баратыр ма? Пойыз ұрып келе жатыр. Қорқынышты уже бірдеңе иіс сезіліп жатыр ғой. Түнгі 2-нің уақыты сол. Неге бастадың? Жаттым. Сол ұрып келе жатыр. Қандай ғой? Болады да адамға негізі кейде любой адамда бар. Біреуге чувство біреуге демалады ғой қасыңа келіп. Бетіңе қарап. Дәл сондай чувство бар. Жел жоқ, ақ жерде біреу демалған адам сезеді любой адам. Дәл сондай демалыс болып тұр ғой, құлағым шетінде. Көзіңді ашпай тұрсың. Мен адам тұрмын, жоқ, не деп отырмын? Жатқанды ғой. Андай қалып ше. Дәл осы демалыс келіп. Түнгі нешелердің уақыты? Бүйтіп жаймен қараймын, ешкім жоқ. Білем, не болды мынау ең аяғына. Дедім да ана купені нені түсіріп жібердім, тарс. Бәрі ешкім жоқ. Тиіш қой, түнде кім іздейді мені? Түнгі нешелердің уақыты примерно? Сағаттың 2-ден өте. Защита әлі есімде, Алматы. Защита деген Өскемен. Билетте де защита, Алматы защита болып жазылады. Жағадыр. Енді білесіңдер, нені кілтпен ғана ашып түсіреді. Правоник жігіттер түсіріп береді. Кілтмен де. Жағадыр енді. Тарс етіп, төбеңі жоғары полғы түсті қойшы. Бөле, маусыншына. Мен ойладым, енді анаусыз тұрыс не қылмайтша, тарс түсіп кетеді. Бірақ тарсылап кеткен жоқ ода. Білем, маусыншына. Мен уже андай, бірақ андай сразу арам ойға еттім, берілгіңді келмейді түн ортасына өткен. Ешкімді мазалап, бірақ пой вагоннан да кетіп қалмау керек. Өткен, потому что по-любому 2 суток соның ішінде болам. Ол туралы жаман ойламау керек. Тығыры жоқ, сен шығып түсіп кетіп қала алмайсың. Мен айтатым сол правоник жігіттердің бойынша каждый раз приключениеде олардың қандай ситуация болса да сол жігіттер ғана көтеріп шыға алады. Адам өлімі болсын, басқа болсын, не бір түрлі жағдай болса да правоник жігіттер маңдайымен көтеріп шығады. Мен сендерге айтайын, содан жаттым деген дауыс қайта келді ғой. Мен білмеймін, ол андай қорққым келген жоқ па, әлде бір адам, кейбір адам қорыққаннан батыр болады негізі ше. Есікті ерегісіп жауып жіберіп жатқан ғой. Не істей аласың маған деген адам ше. Жаңа бар ғой, дауыс келді ғой маған қайта. Ал мә дейді сол. Сен де сөйтсең. Демейді сен. Көзді бар ғой, миллисекунд ашасың, бірден жарқыда қалады ғой. Тартқан кезде артқанда осты қош бетте. Тартып ше. Адам жұлқынған кезде негізі адамда бойынша сверхспособность дейді ғой. Любой адамда ше, миллисекундта таңыз етіп ашып шығып үлгересің. Ашып шығып. Мен сразу айттым, ана купені шығып, рейс келесі вагонға жүгіріп бардым. Білем, мен бірден елестеді, или бастырды. Біздер ағамдасында правоник болғанда кішкене шаршайсың. Мен айқайлай алмай, ағызып шығып, или маған бірдеңе болып тұр ма деп өзім түсінбей тұрмын ғой енді. Шок состояние. Біз постоянно енді рейстен түсіп, арақ ішесің, бірдеңе аласың. Ол купеде ешкім жоқ, ол купеде. Ол еще ескі состав болса. Келесі купеге жүгіріп бардым вагонға ше. Бүйтіп қолым жуып алдым, қарадым, кәдімгідей сызық бар бетімде ше, сызық. Сонымен бардым да, келесі купедегі бар, правоник тауып алып, қыз балам. Айттым, сен осы жақтың составындасың ғой.
мына жақта не бар таза шының дейді. Анау не купе анау. Сен оказывается ана темір жолда болған оқиға бәрін білесіңдер. Адам өз-өзін тастап өледі. Көп қой жақын. Тастап жіберген ба? Бір случай болады ғой. Астына кіріп кететіндер болады ғой, өз-өздерін тастап. Жаңа не деп айтады? Самоубийство. Асып қалатындар самоубийство. Айтады ғой да. Суицид. Сондай жасаған адам қыз бала түскен екен ойға. Бұрын болған оқиға ғой енді. Соны именно сол купеге жатқызған. Орап, сол купеге жатқызған. Теріп ше. Енді именно сол купеде бар. Соны айтып тұр ғой маған, сондай бар. Ол купеде қыз бала бар. Ол ер адамды отырғызбайды мүшеде. Неге? Мен айтамын, жынсыңдар ма сендер? Айтпайсыңдар ма? Жоқ, сонда ол вагонды алып тастауға болмай ма? Состав ағып алып тастай алмайды. Солай шығатса болады. Олар сөйтіп қалады. Бір вагонды алып тастай алмайды ғой, Ол вагон әлі күнге дейін солай жүре ма? Общий әлі күнге дейін. Қазіргі күнге дейін солай жүре. Состав. Қойш? Мен алып сол состав. Алматыдан Астанаға шығамыз. Тағы да сол рейсім 8 сағат жүреміз. Алматыдан Астанаға дейін түнгі 12-де отправление болады. Посадка 11:30-да басталады. 11:30-да халық отырғызасын. Сөйтіп едім, двухместныйды, бизнес вагон двухместный болады. 2 адамды орын. 2 адамды орын болады. Сон бір здоровый жігіт келді қасыма. Қасында бір әдемі қыз бар екен. Әдемі. Здоровыйдың қасында ма? Здоровый, айналып қалған жігіт келді. Қыздан өйстіп алды да берді ғой маған. Қарап жүрші. 17-18 место, двухместный, бизнес купе, двухместный екен. Былай қарай өте беріңіздер, анау енді аккуратно біздерде жаңағы немен сөйлейсің ғой. Кіре бересің, анау соң заттарын көтерісіп кіргізіп жіберді. Қыз бала кетіп қойды. Ана жігіт енді маған бүйтіп қоймайды ғой. Бауырым, бір адамдарда болады ғой, түр. Біреу ішіңде бірдеңені айта алмай тұрасың. Айтқың келіп тұрады, соны айта алмай тұрасың. Қоймайды да, бауырым. Қарайсың ғой енді. Қоймайды, қанша адам кіргізіп жатырмын. Тапсырып жатыр ғой қайта-қайта. Қайта-қайта тапсырып тұр да, кетпейді. Бүйтіп мынау адамдар не қылып жатсам, кетпейді қол осылай. Бауырым қарайсың ғой, қарап барасың ғой. Деп қоймайды да енді. Сосын мен айттым, брат, мынау 16-18 орындық вагон. Турист класс. Ел жұрт баратыр. Ел жұртпен бірге барады. Адамдар барады бірге. Оны не қылма, уайымдама ешқандай деп. Брат, кетті. Здоровый жігіт екен бір айналып қалды. Ол енді анау простой бала емес, ОМОН или военный бірдеңе. Соң отырғыз. Бірінші алғашқы 4 сағаттық дежурство, мен дежурство. Отыр. Сағат 2-нің уақыты. Құлаққа наушник саласың, басынан оны мен не істейсің 4 сағат. Түнгі 2-нің уақытысы сол. 2-2:30 ба, 2 ма соның уақыты. Басынан бар бәле сол уақытта басталады негізі бар. Көп адам тахаджуд намазынан кейін нәрсе, 2-ге дейін оқып кеткен нәрсе, 2-ден кейін 2-ге дейін. Сол намаздардың арасында көп нәрсе болады негізі түсінбейді. Ондайларды көп адам айтады ғой енді. Сол бір күні. Сол жаққа кірді, бизнес купе жаптық, жүрдік, посадка, билет жиналды, бәрін айттық, үйттік, сонымен жүріп кетті. Ол Лу-72 деген бар, бізде қағаз бар, соны толтырып, кім қаяқтан түсетінін бәрін белгілеп қоясың ғой. Ояту үшін өзіңе сол билетіне басшы кісілерді ананы тексереді ана. Қойып. Сол жүріп кетті, 2:30-нің уже 2 сағат уақыт кетті, дежурство басталды. Құлақта наушник отырып, бизнес купе 12 метр ғой бір вагон бізде. Получается 12-13 метр. Ол бизнес купе соңында. Мен бірінші купеден кейін қапталында коридорда тұрады, білесіңдер. Орындық көтересің, алдың алу, не жазатын не бар. Соны салып қойып, құлақтан наушник осылай, отырыс осылай. Отыр едім. Ойда ештеңе жоқ. Ой ауыл тең. Соны ойлап отырып, шаймен шықты. Бизнес купеден, түнгі 2-де. Шығып, спокойно, қарады. Битке ше. Ойда ештеңе жоқ қой енді, бір бит қарай саласың ғой, любой купеден бит қарайсың ғой, кім бар, кім жоқ деп. Сондай сияқты қарады да. Құлағым наушникті суырдым да. Сұрадым,
сестра бірдеңе қажет па? Дәл осы сөз айтқан болды, басқа ештеңе айтқан жоқ. Сендерге айтайын, ана купеден шыққан қыз көзді ашып жұмған жоқ, миллисекунд ұшып келді ол, дәл алдыма ше. Мыңмен ше ұшып келді да, дәл осы отырыс қой, тік отырдым, шаш битеп түскен, осылай түсті, тек тіке қарады өзіме. Білесіңдер, пойызда енді качка болады, дәл осылай. Үстінде ақ-қара полосатый пижама немен киген. Дәл өйстіп салып шалбырап никак тапсырып кеткен қыз ба? Тапсырып кеткен қыз. 89-шы жылғы қыз, әлі есімде анам несін, Будастағы несін қарайсың ғой. Билетпен бірдей болу үшін номероктар. Сол бердім. Осылай шайқатылып тұр ғой. Шәймен есік таба алмай жатырмын ғой енді. Есік тағып талдағы бүйтіп шығасың ғой. Қол ілінді. Мәй шығып ал, маң. Өзі де екінші балғын. Ош. Мәш. 10 балғын шыта алмай жүгіріп барым. Басты есін. Бас ашып. Не болды тоқты дейді. Ойбай, бас еге осындай сүйсем алып жатыр. Енді не істеймін? Анауың бір өз-өзіне бірдеңе тығып алса кеттім ғой мен ше. Сен білдің ғой же. Біліп тұрмын ғой мен ондай нәрсеге өзім сенемін. Біз ана тапсырып кеткені мида тұр. Ананың қорқып тапсырған нәрсесі осы екен ғой деп тұрмын ғой мен. Айта алмаған, айта алмай кеткені осы екен ана баланың деп. Сөйттім да, мына Арекең деген жігіт бар, өзінің кішкентайынан намазда болған жігіт. Ау біраз нәрсе біледі, шындар әлеміндегілер дегенде көп түсінеді ондай нәрсені ше. Кірдім ба, Арекең тұр. Менде осындай басқа жерге жатыр. Ана барсыңдар бар, бірдеңе қылып ше. Желание жоқ, мен бармаймын никак. Тұрғызып алдым, алдыға салып алдым. Арекең ондай нәрсе сразу түсініп, кейін болды. Ол негізі отдыхающий ол кісі. Кейін алды да, кейін алды да, Құран кітабын салып алды да, кеудесі. Екеуің адам ба? Абдулла артымда келе жатыр, әуекең. Мен алдымда не? 5-ші купеге барып, коридорда жоқ, қарап келе жатырмын ғой мен. Бірақ Арекең бастап келе жатыр алдымда. Сол Құран кітабын алып келді да, 5-ші купенің алдына келдік та айтты ғой маған. Сен кіресің, Коля деп сөйлейді мен. Коля, сен кіресің деді. Негізі никто не имеет права не. Басқа права не кіруге болмайды. Басқа права негіміз, өзің права негің жауап береді, өзі права не. Басқа права негіңде хоть ревизиорың, хоть сағат 10-нан кейін никто не имеет, что біреудің ұйқысын бұзуға. Тек правоник кіріп, ескертіп бір ситуациялар айтады. Тек правоник қана. Заңдылық қой. Заңдылығы солай. Мен кіруім керек қой енді 5-ші купеге, ойлаңдар. Тық-тық-тық есікті ашқам, қақам. Жоқ, ответ жоқ. Ашпайды ешім. Өзі духмесіне орын. Жаймен ашып кіргізім. Қараңғы свет. Тырс свет жағын жібердім. Жаймен, уже мен қасымда құрамымен тұрған жігіттер болғанда ештеңеден сескенбейсің десе. Тұрдым да, қарадым. Төбеде бізде кондер соғатын жер тұрады. Кондердан шығатын осындай ғана не бар, узор бар. Ал жардың бәрі мына дәл осындай стена ғой, білесіңдер ғой. Кіртік бүйтіп. Зазор жоқ. Бүттей кіртіктен шығады ғой, бүйт деген ғой. Осындай да. Саусақ сияр симаса. Соны басып, ана қыз бұрышта, кондердің бұрышында тұр ғой. Уже ол сезіп, что Құран келгенін біліп тұр да ол. Человек паук сияқты ма? Мынаны түсіріп алыңдар, мен жауап бермеймін. Болады ондай. Арекең айтты. Жаймен Құран ұстады да. Жаймен майдалға оқи бастағанда ана қыз деген. Мен сендерге айтайын, орында айналып жатыр ғой. Адам бірдеңе переживать етіп, ашуланып келгенде бүйтіп резко қозғалып тұрасың ғой. Стресс нерв қой. Дәл нәрсе сондай нәрсе көтеріліп тұрды ғой ана қызда. Жаймен заттарды шығарып алатын ғой сыртқа. Қой, мынау енді біреуді тығып алатын болса өлдің ғой. Болмаса өз-өзін жардан жарға соқса да не істейсің? Өлесің де қалады, ана қызда ондай күште жоқ. Бірақ анау мен ойладым, анаумен тіресетін болсаң, сен пұтарлайды конкретно ана қыз. Ондай нәрсе бар дүнияда ше. Соны шығарып заттарын шығарып алдым. Сөйтіп есік лап жауып алды да, бәй риск ана нені тіреу жатырмын, құдай шығып кетсе кеттік. Ананың қайтып ұстайсың, біз дейін басқа жерге вообще сіз демек түгіл, деп болмаса қолына ұстап, бізде ондай нәрсе жоқ. Ой, правониктер андай, мынандай, оттаған әңгіме шеше, правоник андай, правоник мынандай. Миллион халықтың миллионымен арпалысып қаласың. Правоник жігіттер
негізі олардың өйтіп жүруінің өзі мықтылық негізі. Оның правониктер де мықты болады негізі, олардың жүйесі де мықты. Олар күнде атака көреді. Каждый адамның атака. Психический болсын, моральный болсын, атаканы күнде көреді ол жігіттер. Ондайға үйренген. Піскен ғой. Олар сол үшін көп нәрсені түскен кезде үйінен бөлек анаяқта просто амал жоқ, жұмысы тіке сөйлейді, спокойно бәрін түсіндіреді. Сен арылдап тұрғанда да біздер амал жоқ тұрамыз. Былайша көшеге шықса біздермен сабелейміз ол жігіттер. Иә. Ояқта кеткен. Амалдың жоқтығынан үндемей тұрады, ішіне жұтып алып қанша нәрсе. Сол үшін правоник жігіттер түсініп агрессивті түскеннен кейін кішкене өздері развлекаться етіп, бұл кейбір жігіттер намаздан алады, кейбір жігіттер ішеді. Сондай ғой, ол жігіттердің жұмысы ауыр. Сонымен тіреп шығып кетті. Енді ана нәрсе миымнан кетпейді. Ойлап, 5-ші купеде жын бар қыз келе жатыр менде. Ойлап көріңдер сен, ол не то, что осындай жерде болып жатса, енді не істеймін? Тоқтады. Не қылдық? Саңғы түліп болды. Мен напарнигімді жүгіріп бардым, напарнигім арсын жігіт. Тұрш болбаш, жүр дейік. Сондай десем. Ұйғылой, кетші. Біреудің жүрістасы, біреудің еғылсы келмеді, тасашы. Давай, барам, ауытауып қарақ қоям же, 5-ші купеге. Нормально бірақ. Сөйтем да кетем. Сағат 4 болады, бәрі киім резко ауыстырып алшы. Напарнигім айтты, бар құрып жүр деді. Кеттім, ұйықтаймын. Ана нәрсе ойдан кетпейді. Жағасатым, ұйықтап атсам, напарнигім жүгіріп келіп тұрған. Түр деген ол. Ауындағы ақып кеткен ғой түр деген ше. Оғанда сөйтіп келген ғой, таң намазының уақытында ше. Оқып кеткеннен кейін ба? Таң намазының уақытында. Солайынан келіп тұр ғой ше. Анау айтады, айтпайсың ба, таубай өп дейді. Мен айтам, ешек маған не айттым, мен сен ояттым ше. Құрыш ше жүр дейді. Денің соң ғой, неге келіпсің маған ше. Мен саған айттым маған жүр дейді. Сенбедің. Жетеміз ғой ше. Жетеміз. Енді екеуміз де бата алмай тұрып қой, таң алды, жетті киініп алдық екеуміз. Бүкіл страхтап тастады оны. 7:30-да оятуымыз керек, 8-де түседі уже ол кісі. Бәрін оямыз, аттарын шығарып тұрып қойып тұр, келдік. Енді купесін қаға алмаймыз ғой. Тәуекелі таң ғой, күн шықты ғой. Тық-тық қақтым да ше. Аш өзім, түнде қыз жоқ. Боянып алған, қиып киініп алған. Что, ана қыз үн жоқ қой. Келдік деп едім. Деді. Уже адам ұйықтамағаны, ол түнде не жасағанын білмейді. Сонымен жай, мен андай ғой, спокойно. Жігіттер бәрі дұрыс па деді, спокойно ше, өзін не істеген біліп тұр ол ше. Түнде уже андай дұрыс бәрі дедім. Жігіттер айып етпеңдер деді, спокойно ше, спокойно ше. Түсініп тұрмыз сізді дедім. Уже ол біліп тұр түнде не істеген ше. Уже өзінен шығып кетіп, басқа нәрсе ішінде жүрген ол білді. Сразу келді, түсті. Келген кезде бір мұртты кісі келді. Шашақта. Ол простой кісі емес келіп тұрғанда. Өзі неден біліп тұрсыңдар ғой? Адам формасынан танисың ғой. Қашылықта қызметтегі адамды адам таниды. Ұзын плашпен. Анау не простой адам. Ол действительно мықтылардың бір өзі сияқты. Мен өзімше. Сәл мұрты ақтау бір үлкендеу кісі. Келді. Қасында айналып қалғандар келді ғой, екеуі бірге. Енді мен анаған айтып жатырмын ғой, аға деп, қалай жеттіңдер балам деп сұрады да. Мен айтамын, аға деймін, сіздер қызық екенсіздер. Мандайды айту керек қой дедім сразу осылайдан қазақша тілмен. Сіз біздегі жоқ. Қасынан бір мінгізіп жібер. Мен басында мен дейтін, мынау қазір өз-өзіне бірдеңе істесе, болмаса мен пассажирлер бар, мен келе жатырмын. Бірдеңе ашып қалғанда бірдеңе қадап қойса не істейсің? Өлезінде қаласың қасқал үшін. Болмаса біреудің туалетке келіп баратқанда арада адам жүріп жатыр, біреудің маңдайына бірдеңе тығып алса, болмаса біреуді бірдеңе істесе, мен жауап беремін ғой көке. Айып етпе балам, емдетіп келе жатыр едік. Болмай жатыр деп. Болмағанда мынау қате дедім. Тем более жалғыз жібермеу керек бұндай адамды. Түнде ақырет көріп келдім, мен конкретно айтайын дедім. Тазасын. Айтып жатыр ғой енді. Інім, осындай жағдай болады, соны сол кезде түсіндім. Мен бірақ түсініп қойдым, бірақ айтып жатыр да андай түсінікпен қара деп. Мен айтам, бұл жалғыз жібермеңіздер. Ой, страшно, я. Болып қалды ма машина? Әдемі. Болды, дайын ғой машина. Жоқ, қалай өзіңе? Құтты бүгінгі шығарылымды қалай алып шықты?
әдемі алып шықты, өте керемет. Құттапты, иә. Біраз Әзіл нәрсе. болса әзіл. Бір күлдік, бір қорқынышты әңгіме айттық. Енді келесіде құдай білсін жоқтау айтып өтпек. Алдағы уақытта тағы да бұйыртса жолға мая аламыз. ауыстырамыз ба бүгін негізі досым бүгінше шынымен таза гараждың атмосферасы болды Әдемі, негізі. әдемі. Иә. Енді шынымен бір гаражда отқан кезде жаңағыдай тек қана күлкілі нәрсе айта бермейсің ғой. Жаңағы өмірде болған, Иә, мына естіген. бізді көріп отқан көрермендер біздің мына шығарылымымызға қолдау ретінде сендерден ешқандай біз артық нәрсе сұрамаймыз. Тек каналымызға тіркеліп, біздің мынау гараж, сосын гараж деп жазсаңдар, гараж Нижний 444 гараж Мәулен деп Инстаграм, ТикТок парақшаларымызға біздің тіркеліңдер, соған барынша қолдау білдіріңдер. Осы біздің орталыққа келіп май ауыстырыңдар, сол май ауыстыру арқылы мына мопедті ұтыңдар, одан қалса развал бар, енді неше түрлі біздің қызметтер бар. Құтты көрдің ғой. Құтты досымызға да рахмет. Бұйырса, Енді сосын тағы әлде жолғамыз. Комментарийге жазып кетіңдер. Құтты тағы да келсін деп. Егер Құттының историясы ұнаса, жазып кетіңдер. бізге енді сөзің аузында досым. Мынау біздер негізі Мәуленде Талғат ағамызды болсын, бұл каналда біраз адамдар көретін. Талғат ағамыз болсын, Мәуленді болсын, біздің Қазалыда кішкентай жер болғанмен бәрі бір-бірін таниды. Бәрі бір-бірімен араласады, бәрі бір-бірін таниды. Сондықтан жігіттер көріп тұрып, қазақтар бірге жаңағыдай алдыға сүйрейік, болмайтын біреуге де, болатын біреуге де беріп жатыр. Жақсы условиямен жақсы жерге істеткеніміз дұрыс біздің. Мен мынарада условия конкретно бар. Соны мен түсіндіріп айтқым келеді. Барлық нәрсе бар. Төрлет кешені, Киви маркет, гараж 444, Мәуленнің гаражы. Простой тілмен айтқанда келіп, қай район бөлінбей ақ қойық, бірімізді тек просто поддержать етейік. Бізге аяқта жүрейін, түйінде жүрейін. Бізге келген барлық осы гаражға келген қонақтар болсын, сияқты көшеде көрген кезде ауылдың талай адамдар келеді, қолдау білдіріңіздер, күшті шықтыңыздар деңіздер, таратыңыздар, қызықты әңгімелерді өздеріңіз ұнағандарыңызды лайк басып, жеке өздеріңіздің нелеріңізге салып қойып, жалпы біздің осы гараждағы әңгімемізді қызықтығып, шынымен көшеде жүрсең де бәрі әдемі істеп жатсыңдар деп қолдап жатыр, біреулер мысылдап жатыр. Жалпы осы бір ауылдың ішінде тек ауыл емес, басқа қалаларда көретіндей болып, жақсы басқа жақтан да үлкен кісілер қонаққа келсін. Жалпы біздің мақсатымыз осы, жалпы осы жерде ең бастысы осы жерде жалпы гараж бізге бұйырып тұр, осы гаражда түсіріліп жатыр, жақсы әңгімелер болып жатыр. Мысалы, мен де Құттыны көшеде көрем, вообще бұндай әңгіме айтады, вообще ойламағам. Сіздің де осындай достарыңыз болса, мотивациямен жіберіңіздер. Комментарийге жазып кетіңдер. Келесі шығарылымда кімдерді көргілерің келеді. Алдағы уақытта тағы да Құттыны көргілерің келсе, оны да жазып кетіңдер. Давай, аяқтайық. Негізі әзіл әңгімелер көп Рахмет. Айың четкий болды. Четкий кетті. Құттыны машинасына мінгізіп өзің шығарып сала деп. Өзіміздің атымыздан мынау Сабриде